Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Номер 104 жалпы білім беретін мектептің бастаушының ұстаздары. Жас маман. Мен Тілеухан Жанайым. Және менің тәлімгерім Сейдумирова Айнара Азатқызы. Бүгін сіздермен сабақта қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламыз. Соның бірі тиімді әдіс-тәсілдердің бірі, яғни ең ақылды әдіс деп аталады. Ең ақылды әдістің мақсаты оқушылардың зейінін арттыру жағынан. Ережесі оқушыларға жеке-жеке өлең суретін беріп, бүгінгі сабақта қолданылған сөздердің, яғни жазуды тапсырасын. Немесе бүгінгі сабақта қандай жаңа сөздер үйренді, сол сөздерді парақшаға жазып шығады. Ең көп әрі дұрыс жазған оқушы ең ақылды оқушы болып саналады. Жеңімпаз оқушыға кішігірім сыйлық табыстауға болады. Айнара апай, пазл ойын әдісімен бөлісіп жіберсеңіз. Жақсы, бөлісейін. Пазл ойын әдісі әсіресе сабақта сергіту сәтінде тиімді әдіс болып саналады. Мақсаты оқушылардың ой-өрісін дамыту. Ережесі оқушыларға топ бойынша конвертте жасалған пазлдар беріледі. Мысалға, тақырыбыңызға қатысты суретті А4 парағына шығарып аласыз. Шығарған парағыңызды қиып аласыз. Қиылған пазлдарды конвертке салып, топтарға таратып шығасыз. Әр топқа сурет қиындыларын әртүрлі етіп шығаруға тырысыңыз. Әр топқа бөліктерді қағаз қиындыларын, яғни топтар жылдамдықпен тез-тез орындау керек. Бұл жерде оқушының жылдамдығы, тез құрастырылуы, жаңа берілген ойынға қызығушылығы артады. Жанайым, келесі біздің әдісіміз ой толғаныс әдісі деп аталады. Айнара Азатқызы, бұл ой толғаныс әдісін мен сабақтарда қолданып жүрмін. Жанайым, ой толғаныс әдісінің мақсаты қандай, ережесі қандай? Ой толғаныс әдісінің мақсаты оқушылардың белсенділігі мен ойлау қабілетін арттыру. Ал ережесі мынадай: тақтаға өзіміздің тақырыпқа байланысты, пәнге байланысты шатасқан әріптерді немесе сандарды кез келген сабаққа пайдалансақ болады, жазып қоясыз, және оқушылар сол әріптерді рет-ретмен сандарды дұрыс қойып шығу керек. Міне, мысалы, мына жерде мысал келтірген кітап деген сөзін былайша шатастырып қойған, мектеп сөзін әріптердің орындары ауысып шатастырып жазған. Балалар тек дұрыс сөзді құрай білу керек. Айнара апай, мені түсін әдісі қандай әдіс? Жақсы, қазір түсіндіріп өтейін. Мені түсін әдісі, яғни бұның мақсаты тақырыпты болжауға таптырмас әдіс болып табылады. Өз ойын анық, дәлелді түрде жеткізуі керек оқушы. Ережесі тақырыпқа қатысты сұрақтар қою немесе жұмбақ жасауымыз керек. Оқушылар жауабын сурет салу арқылы көрсетулер керек. Немесе тапсырма ретінде тақырыпқа, яғни қатысты жұмбақ жасырып, жұмбақтың жауабын олар сурет арқылы бейнелеуі керек, немесе жазып көрсетуі керек. Жанайым, тағы бір әдіспен бөлісе кетейін. Бұл әдіс куб әдісі деп аталады. Бұл әдістің ерекшелігі қандай? Бұл, яғни куб әдісінің мақсаты оқушылар тапсырманы орындауға қызығушылығын арттыру, яғни белсенділігін арттыру. Ережесі А4 парақ арқылы куб дайындап алып, кубтың әр қырына тақырыбыңыз бойынша сұрақтар жазуға болады. Оқушылар кубты партаның үстіне лақтырып, кубтың қырындағы бір сұраққа жауап береді. Сол жердегі. Енді осылай оқушылар сұрақтарға, яғни белсенді түрде жауап береді. Кезең-кезең отырады ғой. Түскен сұраққа белсенді түрде жауап береді. Құрметті ұстаздар, жас мамандарға демеу болайық әрқашан. Көп қолдап жүрейік, бір жеңнен бас, бір жеңнен қол шығарайық. Бүгінгі тиімді әдіс-тәсілдермен таныстырып отырмыз. Болашақта сабақта қолданып, үйреніп, жүзеге асырады деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.